сияқты болмайсың, артта қалып бара жатсың ғой. Бәрін рет байқап көрсем болмай ма? Өмірден қалып бара жатсың ғой. Біз секілді болмаса, онда сен бізбен бірге емессің. Неге мен өзімді дәлелдеуім керек? Неге жоқ деу қиын? Егер бас тартсам, мені жалғыз қалдыра ма? Аружан, саған не болды? Сол баяғы Мадиналар ма қайттан тиіске? Иә, мен оларға не істеп қойдым? Неге олар маған тиісе береді? Шыда енді, өздері сондай бұзақы қыздар екенін білесің ғой, барлығы жақсы болады. Сен өзіңді жоғалтып алма. Сен басқалар үшін емес, өзің үшін өмір сүруің керек. Мен бірақ жалғыз қалудан қорқамын ғой. Жалғыз қалғаның дұрыс, бірақ өзіңді жоғалтқаннан жақсырақ. Кейде үндемеу ең үлкен қателік. Біз қарап тұрдық, бірақ ештеңе істеген жоқпыз. Қысымға қарсы тұра алмаған кезде адам өзіне қарсы шығады. Жоқ деу әлсіздік емес. Заңды сыйлау, ол өзіңді қорғау. Өз болмысыңды сақтау батылдық. Ал үнсіз қалу қателік. Әрқашанда Адал бол. Қазіргі таңда ең қауіпті нәрсе жаман адамдар емес, ең қауіптісі үнсіздік, қысым және бәрі солай істейді деген жалған сенім.